Сол тәубе жайында кішкентай тоқталып өткім келеді. Тәубенің 3 түрлі сатысы болады екен. Яғни адам тәубеге 3 түрлі сатыдан өтеді екен. Бірінен кейін бірін басып. Бірінші сатысы білім. Білім. Раббысын таныған адам ғана тәубе қылады. Раббысына деген бір қандайда бір сезім болу үшін бірінші орында оны тану керек. Білу керек. Алла тағала қандай екенін, қадірлі де, құрметті екенін, ұлы екенін. Сіз одан қанша қашсаңыз да, ол сізді ұмытпай, үмітін үзбейтінін. Сіз одан қанша үмітіңізді үзіп ұмытсаңыз да, ол сізді ұмытпайтынын. 80 жыл бойы адасып жүрсеңіз де, бір күні маған келіп бас еді екен ғой деп, сізден үмітін үзбей, сіз өліп баратсаңыз да, менің құлым деп, я ибади, менің құлым деп сізге дауыстап айтатын Алла болады. Сізбенен біз ғой, ол кішкентай бір адам ашуланса, бірден сонымен үзіп тастаймыз. Ал Алла тағала ешқашан үзбейді бізбен араны. Сіз үзбесеңіз, Алла сізбенен біздің арамызды үзбейді. Және осы Аллаға деген білім адамды тәубеге алып келеді. Күнәнің күнә екендігін мойындау деген білім адамды тәубеге алып келеді. Сол күнәнің дұрыс еместігіне алып келеді. Екіншісі хәл деп аталады. Жағдай немесе сезім. Адам бірінші білім жеткеннен кейін сол білім адамның жүрегінде қозғау пайда қылады. Қайындайда бір сезім пайда қылады. Сол сезім үшінші жағдайды тудырады. Ол іс әрекет. Яғни қарар. Бірінші адам тәубе ету керектігін, өзінің күнәһар екендігін, күнәсінің кешірімін сұраса, Алла кешіретінін білу керек. Ал екінші соған қарай жүрегі ынтық болып, сезімі өзгеру керек. Соның арқасында барып ол кісі қарарға келеді. Мен осы күнәні қайта жасамаймын деп. Мен осы күнәнің күнә екендігін мойындадым. Енді мұны қайта жасамаймын деген сезімге келуі осыдан болады екен. Осы жерде Раббысын тануға келетін нәрсе айтқым келеді, бауырлар. Әрбір адам Раббысын әрқалай таныр. Бірақ ғалымдарымыз айтыпты, Алланы тану, Алланың жалғыздығын білу деген сөз. Оны таухид деп атаймыз. Ал таухид ғалымдарымыз түсіндіргенше үшеу болады. Біріншісі таухиду зат, Алланың заты жалғыз екендігінде. Өйткені Аллаға ұқсас тең жоқ. Алла жалғыз ғана бір өзі. Сол үшін заты жайында айтылса Алланың, ол жалғыз соған ғана ақыл екендігін білесіз. Алла туралы заты жайында айтылған әрбір хадис, әрбір аят, әрбір түсінік оны жалғыз деп білуден басталады екен. Ал екінші таухид ол таухидул аф'ал. Алла тағаланы бүкіл істерінде жалғыз деп білу. Алла тағала жаратқанда жанда ешкім болған жоқ. Жалғыз жаратты. Алла тағала істерінде де жалғыз. Қабыл етуші де жалғыз. Истиғфарды қабыл етуші де жалғыз. Сондықтан Алланың істерінде де жалғыз етуіміз керек. Ал үшінші таухид, таухиду фис-сифат. Алла тағала бүкіл барлық сипаттарында теңдесі жоқ жалғыз. Бір сипатын болса да, екінші біреуге ұқсату мүмкін емес. Лайса камислихи шай ва хуас-самиъул басир деп айтылатын аят осында тұрады. Аллаға ұқсайтын зат жоқ. Ол затында да, ісінде де, және сипатында да ешкімге ұқсамайды. Теңдесі жоқ, жалғыз. Міне Алланың жалғыз екендігін білсеңіз, сізбенен біздің арамызда бір пікір кетеді. Ол тәубе мәселесі. Сол мәселе жайлы кішкентай қозғағым келетіні, бауырлар. Әрбір адам қандай да бір күнә жасайды. Күнәсіз адам болмайды. Күнәсіз адам болмаса,
қатесіз адам болмаса, онда оның ішінде қайсысы қайырлы, қайсысы дұрысырақ десе пайғамбарымыз, тәубеге көп келушісі деп айтады. Тәубе дегеніміз не дегенде? Қайту дейді. Қайтуды қалай түсінеміз десеңіз, пайғамбарымыз бір хадисінде түсіндіреді. Егер бір адам жолаушылап келе жатса, атына бүкіл барлық затын салып қойған, сусыны, киімі, бүкіл бәрі бар. Сол бір жерге келіп тоқтап, атынан түсіп, енді заттарымды алып демалайын деп қолын созғанда бір нәрседен үркіп аты қашып кетсе, әлгі адам не істейді? Атқа жетіп бола ма? Тағы да бір нәрседен үркіп қашқан атқа мүмкін емес жету. Бейшара жүгіріп арқасынан қала береді екен. Ақыры аттың кеткен жағына қарай жүре берейін деп, жүріп қалжырап құлайды дейді бейшара. Болды, өлдім дейді. Не, өлмеген несі қалды? Жапан далада киім жоқ, су жоқ, зат жоқ, болды. Солай жатқан кезінде бетіне бір самал жел үрлеп жатқаны бұл кісіні өзіне келтіреді. Бұл не болды екен деп қараса, үлкен бір тұмсық тұр да бұны иіскеп. Өзінің аты да. Әлгі адамның қуанышын қараңызшы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қандай қуаныш, е? Болды ғой, құтылды ғой енді. Суы да бар, киімі де бар. Анау атының кигеніне жүрегі жарылар. Қазақта сөз бар. Адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса деген осы хадистің бір талдауы шығар. Адам адасады, ал Раббысы сол адасқан адам адасып кесе, әлгі адам атын жоғалтып қайтып тапқанда қуанса, Алла тағала одан да артық қуанады екен. Алланың қуанышы одан да қатты болады екен. Онда сіз неге қуанбайсыз Аллаға қайтқаныңызға? Біздің бір қуанышымыз бар ма? Мысалы, азан естіледі. Азан айтылып жатыр. Азан айтылып жатқанда жұрттардың сөйлесіп отқанын көреміз. Азан айтылып жатқанда жұрттар әлі дүние ісін бітіре алмай жатқанын көреміз. Азан айтылып жатқанда бейпаруа Алланы әлі ойламағанын көреміз. Азан бұл не? Намазға кіріспе емес па? Намаз деген не? Раббыңызбен жолығу. Сіз Раббыңызбен жолығу үшін сізге шақырылу айтып жатса, қалай қабылдауыңыз керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Билалға айтады екен: "Арихна биха я Билал". Ей Билал, бізді рахаттандыршы сонымен дейді екен. Одан рахаттандыршы емес та? Кейбір адамдар намазын оқып ал, құтылдым ой демейді. Жоқ, ол одан рахаттанған болады. Намаздан рахаттанған адам болады да ол. Мойнымда бір жүк жүреді, құтылдым ау дейді. Анау қазақта сөйледі, 5 жылды шықса берде құтыл дейді да. Сөйтіп ойлайды. Шаршап келесіз, басқа боласыз, бірақ халайық Аллаға деген иман қайда жатыр? Азан намазға шақыру болса, жәннаттың кілітіне шақыру болса, Раббыңызбен жолығуға шақыру болса, Раббыңыздың алдында тұруға шақыру болса, қалай естесіз онда? Махаббатпен, шауқпен естеді ғой адам. Ынтамен, ынтызармен есту керек қой. Міне мен қазір Раббыма жолығам деген қуаныш сезім келу керек емес па? Сол міне пайғамбардың айтқан сөзі. Арихна биха я Билал. Ей Билал, бізді сонымен әлгі намазбен, азанмен рахаттандыршы дейді. Адам азаннан, намаздан рахат алу керек. Содан бір сезім болу керек. Сезім жоқ па? Тәубе қылыңыз. Жүрегіңіз қатқан сіздің. Сіздің намазыңыз жай ғана әдет болды ма? Сіздің азан естуіңіз, намазда тұрғандағы тәсбілеріңіз, құрандарыңыз оқып жатқан, отырған қағда жасаған сәжделеріңіз жай ғана амал болса, астағфирулла,
Астағфирулла. Тәубе етіңіз. Тәубенің есіктері кең. Бір күні Абдулла ибн Мас'уд жолда келе жатса, бір кісі еңіреп жылап тұр дейді. Не болды десе, күнәмнің кешірімін сұрап жатырым ғой деп жылаған екен. Сонда Абдулла ибн Мас'уд келіп жанына жұбату айтып, Жаннаттың 8 есігі бар. Соның есігінің барлығы жабылады, бірақ тәубе есігі жабылмайды. Ешқашан жабылмайтын есік дейді тәубе есігі. Әрдайым ашық тұратын есік екен. Ойлаңыз, не деген Алланың кеңдігі. Алла ешқашан ол есігін жаппайды. Сіз есігіңізді жапсаңыз да, Алла есігін жаппайды сізге қаратып. Біз осы тәубе жөнінде ойланбайтынымыз жүрегіміздің қатқан емес пе екен? Көп адамдарға Рамазан келатыр десеңіз, қуаныш сезбейсіз. Келатыр ғой дейді. Кейбіреулер қайта қорқады. Денсаулығыммен тұталам ба, жұмысым болып қалатын болды ғой дейді. Бір сылтау іздегісі келгендей болады. Егер шынымен ақ соны өткізіп алмайыншы деген қорқыныш болса, ол бөлек. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары Рамазанды келе жатқаннан 6 ай бұрын сағынады екен. Ал Рамазан өтіп кетсе, 6 айға дейін жылап өкінеді екен дейді. Біз мұның жанында қайдамыз? Біз мұның жанында қай жақта жүрміз қалайық? Аллаға деген ынтығымыз, ықыласымыз қайда кетіп қалды? Алланың алдында тәубеміз қайда кетіп қалды? Бір намазымызды жөнді оқи алмаймыз. Білесіз ба? Жаңалде адамның истиғфар айту сатыларын айттық. Бір адам сауап іске истиғфар айтса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе жасамаса да истиғфар айтады екен. Ойлаңыз. Пайғамбарымыздан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен күніне 70-тен артық истиғфар айтам десе, бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір отырғанда 100 истиғфар айтыпты деген сөздері бар. Пайғамбарымыз күнәсінің бәрі кешірілген, сондай ұлы зат истиғфар айтса, халайық күніге истиғфар айта аласыз ба сіз? Сонда айтып жүргеніңіз бар ма екен? Қаяқтамыз біз одан? Ол истиғфарды қалай айтамыз біз? Қалай айтып жүрміз? Біреулер әшейін истиғфарды таңғалғанға қолданады. Астағфирулла дейді, болды. Ол таңғалып жатыр ол. Ол Аллаға зикір айтып жатқан жоқ. Ол қорқып жатыр, не таңғалып жатыр. Оның астағфирулласынан астағфирулла. Себебі ұстазым айтады, Шейх Абдул-Маджид Зиндани. Бір күн жағдайым сұрады да, қалайсың деді. Рамазан уақыты, ұйқым қанбаған, шаршап тұрмын да, тахаджудке тұрғызып жатыр, мыжғылап. Әлі тамақ ішетін уақытқа барды, өз ұйықтағаныма 1 сағат болды ма, болмады ма, қиналып кеттім. Тұрдым, қалайсың дейді, балам, қалайсың дейді. Енді анау түр деген майсық. Әлхамдулилля дедім да енді. Дұрыс қой, сөйтіп айтасыз ғой енді. Сөйтіп ем, біртүрлі болып кетті. Жаңағыдай, сен Алланы танисың ба? Иә. Хамд деген нәрсені, мақтау дегенді білесің ба өзі? Білем. Аллаға қалай мақтау айтылу керек өзі? Қалай айтылу керек? Ешқашан Аллаға айтылған мақтауды бір жаман бір дауыспенен, қайғы, қасірет дауыспен емес, қуаныш дауыспен айтсай, сенің аузыңа Алла мақтауды сап тұр, сен соны айтып тұрсың ғой. Альхамдулиллах деп айтсай, мақтанып айтсай, содан кейін бар басқаша болдым. Истиғфар да солай. Сезімсіз айтылған сөз, әшейін сөз. 100 мәрте астағфируллахты айтқан кезде адам қандай болады? Сәйидул истиғфар дұғасы бар, ойланып көріңізші. Не дейді?
Я Аллахым, мен сенің құлыңмын дейді. Ана абдук, ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатат. Яғни мен сенің әлі жолыңдамын, мен сенің әлі уәдеңдемін. Яғни мен әлі шамам келгенше, мастатат, шамамның келгенінше сенің уәдеңде жүрмін. Шамамның келгенінше сенің жолыңда жүрмін. Мен сенің құлыңмын әлі. Алла бізді құлым дей ма? Демей ма? Дейді. Өйткені құл ли'ибадияллазина асрафу аля анфусихим деп тұр ғой. Өздеріне зұлымдық жасаған менің пенделеріме айтшы деп тұр. Бәрібір Алла сізді өшірмесе, сіз де мойындап тұрсаңыз, қараңызшы, қандай сезім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қалған сүннет болады. Халайық, күнә жасайсыз, 2 ракат намаз оқыңыз. Дәрет алыңыз оған арнайы. Арнайы дәрет алып, күнә жасап, истиғфар айтыңыз. Сөйтіп қолыңызды жайып, я Раббым Алла, есігің алдына келіп тұрмын. Біліп жасаған күнәларым бар. Бірақ бұл күнәларымды саған кәпірлік үшін, саған деген бір қарсылық үшін, саған деген бір жамандық, зияндық үшін жасамадым. Бұл күнәларымды өзімнің аралығымнан, өзімнің ақмақтығымнан, надандығымнан жасадым. Раббым, сенен басқа ешкім кешірмейді. Сенен басқа баратын есікте жоқ. Раббым, ұлы пайғамбарымыз айтты, сенің тәубе есігің жабылмайды деп. Мен сол есігіңнің алдында тұрмын деп, қолыңызды жайсаңыз болмас па еді? Алла тағала кешірмейді ма? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға адамдар жабылып сұрап атқанда бір қария келіпті. Аяғында зорға тұр дейді. Келіп пайғамбарымызды түртіп айтады дейді. Маған қарашы, не болды? Егер бір адам дүниеде барлық күнә бітті. Бүкіл күнә аты не бар өзі күнә? Соның бәрін жасаса, Алла кешіре ма дейді. Пайғамбарымыз кешіреді деді. Әлгі кісі сенбей қалды. Кешіре ма? Кешіреді деді. Ондай болса деді пайғамбарымызға. Сөйтіп сұқ саусағын көтеріп, Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Алладан өзге тәңірі жоқ, және сен соның құлысың, және пайғамбарысың деп кәлима айтып, теріс бұрылғаннан қуанып кетіп бара жатты дейді. Бірақ сәл жүрді да тоқтап қалды да. Ал егер ол адам қайтадан жасаса ше деді. Кешіреді деді. Бірақ қайтадан тағы жасап қойса ше деді. Кешіреді деді. Осылайша 3 мәрте, 4 мәрте айтты. Пайғамбарымыз да кешіреді дей берді. Сонда ол кісі сұрады. Алла қашанға шейін кешіреді? Қашанға шейін кешіреді? Таңырқау ғой, қараңызшы. Сонда пайғамбарымыз, егер сіз кешірім сұраудан шаршамасаңыз, Алла кешіруден шаршамайды деді. Әлгі кісі теріс бұрылған күйінде Аллаға тәкбір айтып қайтты дейді. Халайық, сіз Алладан кешірім сұрап шаршамасаңыз, Алла кешіріп шаршамайды. Күніге болмасын, аптасына бір болса да, өз нәпсіңізбен отырыңыз. Не жасадым мен? Қандай амалдар жасап жатырмын? Бүгін не жасадым, ертең не жасаймын? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламда хадис бар. Манистауа яумаху фахуа мағбун. Қайсы бір адамның 2 күні тең болса, бүгінгісі менен кешегісі тең болса, фахуа мағбун, ол ұтылған адам дейді.
Яғни кеше жасаған сауап амалдарыңыз бүгін тағы да қайталасаңыз, сіз ұтылғансыз. Ал біз кейде кеше жасаған сауап амалымыз бүгін қайталай да алмай қаламыз.